қажет болсаң шақырады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайсың, ей? Мен ата. Сен атамысың? Жоқ, атам мен. Мен білсем сен қожасың. Маған қонаққа келдің бе? Жарайсың. Жақынырақ отыр, шай ішейік. Рахмет. Педсоветке келдім. Онда не шаруаң бар еді? Қараймыз дейді. Мұғалім етіп қоятын шығар, Директор еттік. Директор де? Кепті жақсы, жарайсың, директорым, жарайсың. Онда жалақың да көбейеді. Шашың қандай жақсы, қайратты екен. Марқұм әкеңнің шашы да осындай еді. Сіз менің әкемді білесіз бе? Балам, ол кісіні білмейтін адам бар ма? Әкеңнің керемет қарагер аты болған. Ат емес, дүлдүл. Сол атты бір күні мына мен әкеңнен сұрап мініп жүредім. Суға кетіріп, өлтіріп алдым. Егер оның орнында басқа біреу болғанда, құнын төлетіп алатын еді. Ал Қадір марқұм болса, керемет жомарт еді. Сондағы бар айтқаны, әдейі өлтірген жоқсыз ғой. Ажалға амал бар ма деді де қойды. Міне, сенің әкең осындай бір ақ көңіл жақсы кісі еді. Сенің оқығың келмейді дейді ғой. Келеді. Қаттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам? Оны қалай түсінуге болады? Қайдам? Үштік бағам жоқ. Шынында да үштік бағасы жоқ па? Оқу жағы жақсы. Сен түзелем деп қанша рет уәде бердің? Ал, сөйле. Талай рет. Соның бәрі алдау болғаны ғой. Алдағам жоқ. Түзелейін десем де қисыны келмей қалады. Әлде бөгет болып, бұзақы бол деп, айдап салып жүрген біреулер бар ма? Жоқ, қайда жақсы бол дейтіндер көп. Олай болса не себепті мұғалімнің сөмкесіне бақа салып қойдың? Бақа секіріп шыға келгенде қызық болар деп ойладым. Қызықты тапқан екенсің. Күлетін не бар оған? Бақаның тарбаңдағаны да қызық болып па? Ол өз алдына басқа мәселе. Бұл қылығыңа ұялмайсың ба? Ұялам. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті. Есік алдына шығып, күте тұр. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселе біреу ақ. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаның не істеуі керек? Ал, сөйле, батыр. Тұр! Отыр. Кіммен сөйлесіп отырсың? Бөгет жасамай тұра тұр әже. Жабық кеңес өткізіп отырмын. Жасаған. Өзіңмен өзің не сөйлесіп отырсың? Не қылған адамсыз әже? Мен кеңес өткізіп отырмын. Өте маңызды мәселе. Сіздің қатынасуыңызға болмайды. Ол құпия. Бірдеңеден шошыдың ба әлде? Айтшы жарығым. Бісміллә деші. Бісміллә. Аяғасына не болып қалды қарашығым? Айтшы жарығым. Бармыз әже. Деймін. Жаз. Не деп жазам? Жаз, ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер, бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды.